саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін көркемдік сабағы 6-шы сынып оқушылары. Қыздар тобы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы анимация, қозғалатын элементтер, ермексаз анимация, көлеңкелі театр, саусақты және таяқшалы қуыршақтар. Ал кәнекей қыздар, кім айтып бере алды осы тақырып туралы? Не түсіндіңдер? Өз ойларыңызды айтып көрейік. Ал айта ғой. Бұл сабақта анимация пластилиннің өздері кейіпкерлері. Ертегі кейіпкерлер түсіруге конкрет етеміз. Сонымен анимация дегеніміз өзі не? Соның сөзін біліп алайық. Анимация дегеніміз латын сөзі қазақ тіліне аударғанда жан бітіру деген мағынаны білдіреді. Адамға жан беру деген. Міне соған байланысты қозғалатын элементтер. Сонда біз мына жерде қарап отырсаңдар, мына бізде қолдан жасалған қуыршақтардың көрінісі, қуыршақтар, міне осыларға біз жан бітіреді екенбіз. Жалпы айтқан кезде бұлар біз не істейді екенбіз? Сөйлете білуіміз керек екен. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Осы әр топ өздеріне байланысты ертегілер, кейіпкерлерін бейнелейді. Бірінші сабақты бастамас бұрын, жұмысты бастамас бұрын, біз мына тұрған сабаққа тоқталып өтейік. Сабақтың мақсаты әлемдік және қазақтың ұлттық мәдениетіндегі дизайн, қолөнер мен өнер туындыларының ерекшеліктерін түсіну және білімін көрсету дейді сабақтың мақсаты. Міне біздің ойлау дағдыларының деңгейлері ол білу және оны қолдану болып табылады. Сергіту сәтін жасайтын деп бәріміз орнымыздан тұрамыз. Бір-бірімізге тілек айтамыз. Бір-бірімізге тілек айтамыз. Бір-бірімізге тілек айтып отырамыз. Кәнекей, бір-бірімізге тілек айтамыз. Қадырап айтамыз. Отырамыз. Тілегіміз қабыл болсын. Бірінші топ біздегі сары құлқып есептерінеді. Міне сары конфеттеріне бейсендеріне. Бірінші топ. Сары конфеттер тұрады үш жерде. Екінші топ жасыл құлқып есептерінеді. Жасыл конфеттер құлқып есептерінеді. Қазір екінші топқа бөлінейік. Жасыл конфеттер. Үшінші топ еді. Қызыл түсті конфеттеріне есендеріне. Қызыл түсті конфеттер. Енді әрі сабағымызды жалғастырамыз. Біз не білеміз? Жалпы танысамыз. Бұл жерде біз сендермен тапсырма орындаймыз. Тапсырма топтық жұмыс есептеледі. Жигсо әдісімен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, олар ертегі кейіпкерлерін ермексаздан жасайды. Екінші топта ермексаздан жасайды. Үшінші топ, ол өздерін жақсы көреді. Ертегі кейіпкерлерін қағазға түсіреді. Ал қыздар жұмысымызды бастайды. Бағалап өтейік. Кәнекей бірінші топтың жұмысын бағалайық. Барлығымыз кәнекей бағалайық. Жарайды, міне ертесі. Жарайды, жақсы. Ал екінші топтың жұмысын бағалайық. Кәнекей
кейіпкері. Сен жұмысын жүрші. Ана. Ya, kan söylüyor. Mana, öte жақсы екен. Қасқыр мен қоян ертегісі. Айта берсін. Ya. Бұл жерде қасқыр қамалға түсіп қалады. Сөйтіп барып, оны көріп қалған қоян аяғындағы қамалын көрмей қалады. Сөйтіп барып сұрайды, мені жібересіз бе, бала шағам бар еді дейді. Сөйтіп барып, мейлі дейді. Қоян өтіп кетеді. Келесі күні қоян қайттан қасқырды көріп қалып, аяғындағын көрмей қалып айтады, мені тағы да жібере тұрасыз ба, несібем бар еді дейді. Сөйтіп барып, мақұл дейді, қайттан өтіп кетеді. Үшінші күні келген кезде қоян айтады, мені жібересіз бе деп айтайын деген кезінде қасқыр айқайлап кетеді де, ей, көрмей тұрсың ба не, аяғымда қамал тұр ғой дейді. Сөйтіп барып, қоян аяғына қамалына қарайды да, айқайламай деп кетіп қалады. Ал енді үшінші топсын көрелік. Кәні? Менікі қызыл терпек. Қызыл терпек, ya. Қызыл терпектің, ya. Қызыл терпек, ya. Мынау қоян, мынау қасқыр болып есептемескен. Жарайсыңдар. Өте жақсылар, бәріңіз бірдей. Енді орнымызға жайғасамыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Иә. Бүгінгі сабақта біз не істедік? Анимация түрімен таныстық, сонымен анимация дегеніміз не екен? Ол Бейнеге не білдіру екен? Жан белгілі мағынаны білдіреді екен. Мысалға, оған көптеген ертегілерді кейіпкерін алып, содан түрлі көріністер жасап көрсетуге театр құруымызға болады. Бола ма екен? Иә. Жарайсыңдар. Енді қыздар, қазір сендер сабақ туралы не ұнады, сол туралы жазып, кері байланыс жібереміз. Sabahın adı mı? Иә. Biz ертегіні жақсы көреміз ба? Иә. Қуыршақты даяламыз ба? Иә. Жарайсыңдар. Рахмет сендерге. Сау саламат болыңдар.